Оқушылар, мынау сіздің кешегі қазақ тілінен өткен сан есімдердің емлесінің жазылу туралы ереженің жалғасы. Егер сан есімге еу, ау жинақтық сан есімнің жұрнағы жалғанатын болса, міндетті түрде түбір сөздің соңғы дыбысы түсіп қалады. Екі, түсіп қалып екеу, алты, түсіп қалып алтау. Егер болжалдық сан есімге қосымша жалғанатын болса, міндетті түрде дефис арқылы жалғанады. Арасына дефис қоямыз. Мыңдаған бестерде. Егер сан есімдер қосарланып келсе, айтылса немесе жазылса, ол жазу түрінде болсын, цифр түрінде болсын, міндетті түрде араларына дефис қойылады. Міне көріп тұрғаныңыздай дефис. Сосын есептік, реттік, жинақтық сан есімдер, олар да зат есімдерше септеледі. Мыңның ілік септік, бесіншіге барыс септік. Шамалы, шақты, тарта, жарты, ширек сөздері сан есімдермен қатар келсе, олар цифр түрінде болсын, немесе жазу түрінде болсын, міндетті түрде бөлек-бөлек жазылады. Жүзге тарта, 3 ширек, 10 шақты, 2 жарты.